Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге осындай дәмді, өте нәзік торт, сүт тығыз тортын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарайтын болсаңыздар, сүт тығыз тортының калькуляциясын, яғни өз бағасын есептеуді үйренеміз, бірге есептейтін боламыз. Дәл осы рецептпен менде 2 кг сүт тығыз торты шықты. Егер де сізге одан аз мөлшерде керек болатын болса, рецепті 2-ге бөліп, солай жасасаңыздар болады. Ыдысымызға қойылатылған сүтті жұмыртқаны салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Бөлек ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп, үстіне қопсытқыш салып, араластырып аламыз және ұнымызды 2 бөлікке бөліп, сұйық массамызға салып араластырамыз. Ешқандай іртік, қамық қалмайтындай етіп араластырып алғаннан кейін, ұнымыздың екінші бөлігін саламыз. Өте оңай жасалатын торт. Осылай араластырып алдық. Енді сұйық массамыз, яғни қамырымыз бізде дайын. Пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып аламыз. Мен осындай теплоновый коврик пайдаланамын. Кез келген пергамент қағазын жақсысын пайдалансаңыздар, немесе силиконовый коврик пайдалансаңыздар болады. Ең бастысы пайдаланатын пергаментіңіз жақсы болса болды. Формамыз бен қағазымызға сызып аламыз. Сол форманың ізімен дөңгелек етіп қамырымызды жайып шығамыз. Қамырымыз 7-8 минуттың ішінде пісіп шығады. Пісіп жатқан кезде осылай басқа пергамент қағаздарына жайып дайындап қойсаңыздар болады. Піскен кезде бірден сала саласыздар. Бірінші коржымыз пісіп шықты. Осылай кольцаның көмегімен кесіп аламыз. Өзімізге керекті сантиметрмен қамырымызды кесіп аламыз. Барлық корждарды осылай пісіріп, осылай алдын ала дайындап аламыз. Қамырымыз видеода көріп тұрғаныңыздай кольцамен кескеннен кейін өте оңай алынады. Енді крем дайындайтын боламыз. Ортасына жағатын негізгі крем деп аталады. 550 грамм осы табиғи 33%-ық кілегейді пайдаланамыз. Кремдеріңіз міндетті түрде салқын болу керек. Егер де тоңазытқышта аз тұрған немесе жылы кремді пайдаланатын болсаңыздар, сіздерде кремдеріңіз осылай шықпай қалады. 550 грамм кілегейдің үстіне 120 грамм қант қосып, жақсылап араластырамыз. Миксердің қаттылығын бірден көбейтпейміз. 5 минуттай миксерлейміз. Ең бірінші скоростта 1 минуттай миксерлеп аламыз. Содан кейін жаймендеп көтере бастаймыз. Бірден миксердің қаттылығын көтеріп жіберсеңіздер, ол кезде кремдеріңіз жылып кетеді де дұрыс шықпай қалады. Осылай төменнен бастап жоғары қарай жаймендеп көтергендеріңіз дұрыс. Негізгі креміміз дайын. Осы пісіріп алған корждарымызды төмен қарай қаратып, осылай жайменен аласыздар. Өте оңай алынады. Тортымызды құрайтын боламыз. Піскен жоғары жағын төмен қарай қаратамыз. Сөйтіп кольцамызға жинаймыз. Кольцаға жинасаңыздар өте ыңғайлы. Қайнаған ыстық суға 100 мг, 100 грамм қойылатылған сүтті салып, жақсылап араластырып алдым. Бұл бізде корждарымыздың жұмсақ, сондай нәзік болу үшін. Жақпасаңыздар да болады. Және де кез келген пропитка түрін қолдансаңыздар болады. Пропитка қолдансаңыздар, корждарыңыз жұмсақ, сондай жеген кезде күшті бір ерекше дәм беріп тұрады. Және 3-4 күнге дейін жұмсақ формасын сақтап тұрады. Осылай барлық корждарды істеп, 3 қасық кремнен салып, тортымызды жинаймыз. Ең бетіне қоятын корждарыңыз біркелкі, сондай типтегіс корждарды таңдағандарыңыз дұрыс. Корждың ішкі бетіне пропитка жағып, осылай төбесінен салдым. Енді бетіне сәл-пәл крем жағып, пропиткаге кемі 4 сағатқа қоямыз тоңазытқышқа. Осылай 4 сағаттан кейін алып, кольцамызды аламыз және де бір тегістеп шығамыз. Осылай 4 сағаттан кейін алып, кольцамызды аламыз және де бір тегістеп шығамыз. Осылай 4 сағаттан кейін алып, кольцамызды аламыз және де бір тегістеп шығамыз. Осылай 4 сағаттан кейін алып, кольцамызды аламыз және де бір тегістеп шығамыз. Осылай 4 сағаттан кейін алып, кольцамызды аламыз және де бір тегістеп шығамыз. Осылай 4 сағаттан кейін алып, кольцамызды аламыз және де бір тегістеп шығамыз. Осылай 4 сағаттан кейін алып, кольцамызды аламыз және де бір тегістеп шығамыз. Осылай 4 сағаттан кейін алып, кольцамызды аламыз және де бір тегістеп шығамыз. Осылай 4 сағаттан кейін алып, кольцамызды аламыз және де бір тегістеп шығамыз. Осылай 4 сағаттан кейін алып, кольцамызды аламыз және де бір тегістеп шығамыз. Осылай 4 сағаттан кейін алып, кольцамызды аламыз және де бір тегістеп шығамыз. Осылай 4 сағаттан кейін алып, кольцамызды алам
менде негізгі крем көп мөлшерде қалып қойғандықтан осы креммен тортты қаптап шықтым. Осы сүт тоғыз торты негізі көп жерлерде негізгі креммен қаптап, жиегіне вафельная крошка себеді. Жиектері өйткені көп жағдайда бір тегіс болмайды. Бетін сәндейтін болсаңыздар, немесе негізгі крем сұйық болғандықтан сәндеуге дұрыс келмейді. Сәндейтін болсаңыздар, обтяжкаге басқа крем жасасаңыздар да болады. Тортымыздың бетін, жиектерін осылай барынша тегістеп аламыз және де ыдысымызға орналастырамыз. Ыдысқа орналастырғаннан кейін кез келген сәндеу түрін, оформление түрін қолдансаңыздар болады. Мен бұл жерде құлпынайды және де осы меренга және де гранатты пайдаландым. Тортты кескен кезде осындай крем толық сіңген, жұмсақ болып тұрады. Дәмі өте дәмді. Жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Торттың өз бағасын есептейтін боламыз. Калькуляция деп аталады. Жалпы кеткен шығынды есептейміз. Сгущенка, жұмыртқа, ұн, қопсытқыш, крем, қант. Мен мұнда кеткен шығынды қанша грамм пайдаланғанымды алдын ала жазып алдым. Калькулятордың көмегімен тағы бір есептеп шығайық. 538 сгущенканы сатып алған бағам, 800 дегеніміз ішінде бар грамм. Енді өзіміздің пайдаланған граммыз 500 грамм. Көбейтеміз, 336 теңгесі. 400 теңге 1 килограмм ұн деп есептейтін болсақ, 400 теңге бағасын жазамыз. 1 килограммда 1000 грамм болады. Бөлеміз 400 теңгеге 0,4 шығады. Пайдаланған граммыз 250 көбейтеміз, сонда 100 теңге шығады. Біз 100 теңгенің ұнын пайдаланған болып тұрмыз. Қопсытқыш ыдыста 100 теңге. Крем 1 литрі 2200 теңге. 1 литрі. Бізде 2-де 2 шықты. Енді осы 2-де 2 қанша пайдаландық? 550 грамм пайдаландық. Көбейтеміз. 1210 теңге. Осылай барлығын есептеп аласыздар. Тортқа жалпы 1987, оформлениеге 2046 теңге расход кеткен. Осы рецептпен 2 килограмм торт шықты. Торттың килограммы 5000 теңге. Торттың бағасын есептеудің басқа түрлерін білесіздер ме? Комментарийға жаза кетіңіздер. Алда калькуляцияның басқа да оңай түрлерін үйрететін боламын. Жақсы, сау болыңыздар.